Ақпараттық технология қарыштап дамыған сайын кибер кеңістіктегі қауіп қатерде үдей түсті. Бүгінде ұлттың тұтастығына қарсы бағытталған шабуылдар тек қарумен емес, санаға жасалатын ықпал арқылы жүргізіліп жатыр. Қоғамның тұрақтылығын шайқалтуды көздейтін халықаралық террористік ұйымдар әлеуметтік желіні негізгі құралға айналдырып, радикалды идеологиясын жастардың санасына сіңіруге тырысуда. Ниеті қараңғы бүлікші содырлар дінге жақын аудиторияны алыстан-ақ арбаудың сан қилы айла тәсілін меңгерген. Олардың соғыс тактикасы халықтың мәдени болмысын әлсіретіп, дәстүрлі діни танымынан айыру. Деструктивті күштер діттеген мақсатына жету үшін әлеуметтік әділетсіздік, тұрмыстық түйткіл және күйзелістерді әдейі қоздырып, соны дауға тамыздық етеді. Осы арқылы тобырды билікке, қоғамға қарсы айдап салып, алауыздық отын тұтатуды көздейді. Қолына қару алған содырларды шахид деп дәріптеу олардың ең қауіпті айласының бірі. Мұндай жалған мадақ қоғамнан өз орнын таба алмаған, психологиялық дағдарыста жүрген жандарға ерекше әсер етеді. Салдарынан олар арандатушылардың оңай олжасына айналады. Экстремистік ұйымдар үшін алданған жас мақсатқа жетудің жай ғана құралы, ал дін бетперде ғана. Сондықтан мұндай зұлым идеологияның жетегінде кетпеу үшін ақпаратты тек сенімді ресми дерек көздерден алу аса маңызды. Бүгінде елімізде дін істері басқармаларының, сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты мешіттердің ресми сайттары мен ақпараттық парақшалары жұмыс істейді. Діни сауатпен